Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін өте дәмді тефтели дайындаймыз. Балалардың сүйіп жейтін асының біреуі. Ең алдымен табамызға сұйық майымызды құйып, одан кейін пиязымызды саламыз. Пиязымызды жақсылап қуырып аламыз да үстінен бір қасық томат салып араластырамыз. Сәбізімізді теркадан өткізіп алып, майда көзінен өткізіп алып, кейін пияздың үстіне салып жақсылап тағы да бір рет қуырып аламыз. Жақсылап араластырып, тұз бұрышымызды салып, тағы да араластырып, одан кейін ұнымызды басқа табаға ұнды қызартып аламыз. Оның үстіне бір кружка суымызды құйып, осылай қоймалыжың болады. Ол қоймалыжыңды жаңағы пиязымыздың, сәбізіміздің үстіне құямыз. Өте қою, дәмді болады. Одан кейін қаймақсасаңыздар да болады, ұнатпасаңыздар самай қойсаңыздар да болады. Араластырып, үстіне бір кружка суымызды құямыз, баяу отта қайнатамыз. Қайнап дайын болғанша тефтелиімізді дайындаймыз. Тартылған етімізге жартылай піскен күрішімізді салып, тұз бұрышымызды салып, пиязымызды майдалап турап, бір жұмыртқа саламыз. Аз ғана кристаллик салып, жақсылап араластырамыз. Дайын болған тефтелилерімізді домалақтап, осылай дайындап аламыз. Канал ұнаса, маған подписация батырмасын басып, қоңырау шағын басып қойыңыздар. Тіркеліп алыңыздар. Осылай дайын болған біздің сорпамыздың үстіне тефтелилерімізді жайғастырамыз. Қақпағын жауып, орташа отта жарты сағатқа пісіріп аламыз. Арасында келіп, осылай бетін астына аударып аламыз. Мен гарнирге пюре дайындадым. Картошканы жақсылап ашып, турап, пісіріп аламыз. Пісіріп алғаннан кейін оның үстіне май, ыстық сүт құйып, майонез қосып, тұз бұрышын салып, жақсылап езіп аламыз. Езіп алғаннан кейін миксермен араластырсаңыздар, өте мамық пюрелеріңіз әдемі болып шығады. Дайын болған пюрелерімізді тарелкамызға салып, жанына тефтели қойып, сорпасын картошканың үстіне сеуіп, осылай бересіздер, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет.